Бөлім атауы экология және тұрақты даму. Сабақтың тақырыбы экожүйелердің ауысу себептерін түсіндіру. Сынып 6, пән жаратылыстану. Сабақтың мақсаты экожүйенің ауысуына келетін факторларды анықтау, экожүйенің өзгеруінің нәтижесін талдау, экожүйе компоненттері мен факторлар арасындағы сәйкестікті орнату. Бағалау критерийлері мысалдарды талдау арқылы әсер етуші факторларды анықтайды. Экожүйе өзгеру нәтижесінде өзгерісті сипаттайды. Экожүйенің ауысу түрлері мен себептерін анықтайды. Пәндік лексика және терминология. Абиотикалық, биотикалық, антропогенді факторлар. Айтылым қажетті сөз тіркестері. Бірінші, абиотикалық факторлар мынандай болып табылады. Екіншісі, мынандай факторлар биотикалық болып табылады. Үшіншісі, антропогенді факторлар көп нүкте және тағы басқа болып табылады. Экожүйелердің ауысуы. Белгілі бір орта аумағындағы экожүйелердің ауысуы табиғи үдеріс. Ол жүйелі, бағытталған және болжамды үдеріс болып табылады. Экожүйелердің ауысуы барысында бір түр екінші түрді алмастырады. Осылайша біртіндеп биоценозның алуан түрлілігі артады. Биоценоздағы түр саны көп болған сайын ол тұрақты бола түседі. Егер қоршаған орта жағдайы салыстырмалы түрде тұрақты болса, мұндай жағдайда өзгерістер баяу жүреді. Бұл жерде қалыпты жылдамдық геологиялық уақытпен өлшенеді. Қазіргі кезде адамзаттың белсенді іс-әрекет нәтижесінде экожүйелердің ауысу қарқыны ұлғайды. Мәтін. Ұзақ жылдар аралығында ауыл жайылымы өз қорын тауысқан, экожүйе толығымен бұзылған. Жергілікті шаруалар бұл мәселенің шешімін ұзақ іздеді. Экожүйені қалпына келтіру жолын жергілікті мектеп оқушысы ұсынды. Ол жайылымға пішен шашып қоюды ұсынды. Бұл ұсыныс тиімді болды және 3-4 жылда бұл жайылым өзінің алғашқы табиғи қалпына жақындады. Себебі пішенде ауа жүйесіндегі өсімдіктер жиынтқан тұқымдар болады. Экожүйелердің абиотикалық және биотикалық факторлар атау тапсырмасы. Дескрипторлары. Экожүйедегі абиотикалық факторларды анықтайды, экожүйедегі биотикалық факторларды сипаттайды. Келесі тапсырма. Суреттегі экожүйе өзгеруінің себептерін ата. Суретте 4 бөліктен тұрады. А, Б, О және Г деген. Үйге тапсырма. Экожүйенің ауысу себептері кестесін болды. Кесте 2 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім экожүйенің ауысуы, екіншісі себептері. Тапсырманың дескрипторлары. Біріншісі экожүйенің ауысу мысалдарын анықтайды, екіншісі экожүйенің ауысу мысалдарын себептерін көрсетеді. Осы сабақ бойынша рефлексия. Мен нені түсіндім, мен нені түсінбедім, мен мынаны толықтырамын. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.